бүгінгі біздің қай сабағымыздың атауы биология өткен тақырыпқа байланысты нүктелі қышқылдарына байланысты алды оқушылар нүктелі қышқылдарын білеміз. Бүгінгі оқу мақсаты ДНК мен РНК-ның құрылымымен қызметін сипаттаймыз және ДНК мен РНК-ны салыстырып биологиялық маңызын түсіндіреміз. Неге әр адам ерекше? Неге тек бәрімізде бірдей? Biz negizlarga iriqlarda tripletlarga bölemiz. Ya'ni ular üç harften жүреді. Ya, mine tripletlerni qaraymiz. Bundan tripletlerin birinchi qatori, ikkinchi qatori, uchinchi qatori. Endi senlar qo'llarindagi axborotli RNKni 3 harfga bo'lingan. 3 harfga bo'lingan qo'llarindagi axborotli RNKni. Bo'lsa bizga fen degan amin qishqili chiqadi. U, S bo'lsa fen degan amin qishqili chiqadi. Endi amin qishqili tabuda hozir aytdim. Mana ikkinchi paraqda amin qishqillarini harfdan belgilangan atolari. Men o'sha harfdan belgilangan atollarga so'zga tasirdim. Kim qaysi birinchilari sol to'pdagi ikkinchi tarafdan to'playdi. Ikkinchi shu tarafdan Taşıyıcı jasab ko'rish ba'zimiz o'zimizni taşıyıcı jasab ko'rish qalanlarimizni kiyib olaylik-da. Senlarga Ончылықта биология пәнінен танымдық сабақта отырыстар, чтение қыздар, чтение шумный болды. Сендер сәл шумный болған, Айжан апайлардың дауысы одан кетіп кетті ғой. Жақсы. Сабақ өте керемет өтті. Қыздар жақсы қатысты. Биология пәні сіздерде жаратылыстану уақыт болғандықтан аптасына 3 рет болады. Негізгі өтіп жатқан тақырыптарымыз сол бойынша алынды.
өте жоғары деңгейде қатысты деп есептейміз. Енді мына жерде реніш не болмасын, қалай ұтай алдыңыздар, соны ғана бағалап. Енді 19 балмен 10 Б сыныбы Керемедин тобы 3-ші орын алды. Пентозалар мен Куриндер, осы екі топ, екеуі де бірдей 22 балмен 2-ші орын алды. Бірінші орында фосфор қалдығы тобы 25 балмен.